Өт, адам ағзасындағы маңызды сұйықтықтардың бірі. Ол бауырдан шығарылады және ас қорыту жүйесінде майларды сіңіруге көмектеседі. Өттің басты қызметі майларды эмульсиялау және олардың ас қорыту ферменттерімен әрекеттесуін жеңілдету. Өттің негізгі құрамына су, холестерин, билирубин, электролиттер және тұздар кіреді. Сонымен қатар өт зат алмасуға қатысып, бауырдағы токсиндердің бөлінуіне көмектеседі. Өт қабы өтті жинап, қажет болғанда ұсақ ішекке бөледі. Қалыпты жағдайда өт қабы қысқа мерзімде босап, жаңа өтпен толтырылады. Бұл ас қорыту процесін тұрақты етеді және бұлшықет қысымы арқылы өт жолына өт өткізуді қамтамасыз етеді. Өт жолдары бауырдан өт қабына және одан ұсақ ішекке өт жеткізеді. Негізгі бөліктері: бауыр ішкі өт жолдары, жалпы өт құбыры және өт сфинктері. Ас ішкенде өт қабы сығылады, өт ұсақ ішекке түсіп, майлардың эмульсиялануына ықпал етеді. Холестерин мен билирубин деңгейінің жоғарылауы тәуекелді арттырады. Өттің қалыпты физиологиясы ас қорыту, зат алмасу және ағзаның токсиндерден тазару үшін маңызды. Өт жолдарының дұрыс жұмыс істемеуі немесе өт қабында тас түзілуі ағзаның барлық жүйесіне кері әсерін тигізеді. Енді өтке тас толық бөгеген кездегі ағзадағы өзгерістерді қарастырамыз. Өт тасы мен өт жолы толық бөгелсе, өт қабынан өт ұсақ ішекке жеткізілмейді. Майлардың эмульсиялануы тоқтайды, нәтижесінде майлы тағамдарды сіңіру мүмкін болмайды. Бұл іштің ауыруына, диареяға және өттің қышқылдығының өзгеруіне әкеледі. Өт жолының бітелуі бауырдағы өт қысымының артуына әкеледі. Холестерин мен билирубин деңгейлері жоғарылайды. Нәтижесінде сарғаю, бауыр қабынуы және бауыр қызметінің бұзылуы байқалады. Өттің жетіспеушілігі майлардың ас қорытылуын тоқтатады. Бұл А, Д, Е, К витаминдерінің тапшылығына әкелуі мүмкін. Ұзақ мерзімде сүйек әлсіреуі, тері проблемалары және қан ұюының бұзылуы мүмкін. Өт жолы толық бөгелген кезде өткір ауырсыну, жүрек айну, құсу, тері мен көздің сарғаюы, температура көтерілуі мүмкін. Уақытылы көмек болмаса, панкреатит, холангит немесе бауыр некрозы дамуы мүмкін. Өтке тас толық бөгеген кезде ас қорыту, бауыр және ұсақ ішек функциялары күрт нашарлайды. Уақытылы ем болмаса, бұл өмірге қауіпті. Ұзақ уақыт өт ағымының тоқтауы бауыр жасушаларының зақымдануына апарады. Холестерин мен билирубиннің ұзақ жинақталуы бауыр циррозына әкелуі мүмкін. Майлардың сіңірілмеуі ұзақ мерзімде витаминдер тапшылығын туғызады. А, Д, К. Бұл сүйектердің әлсіреуіне, иммунитеттің төмендеуіне және қан ұюының бұзылуына әкелуі мүмкін. Өт жолдарының бітелуі ұйқы безінің қызметіне кері әсер етіп, панкреатиттің дамуына әкелуі мүмкін. Кейде бұл созылмалы холангитке және ұзақ мерзімді емдеуді талап етеді. Өт ағымының бұзылуы метаболизмді баяулатып, адам тез шаршайды, иммунитеті төмендейді. Өтке тас бітелуі уақытылы емделмеген жағдайда ағзаның көптеген жүйесіне зиян тигізеді. Ерте диагностика мен емдеу өмір сапасын сақтайды. Алғашқы белгілер кейде жеңіл, қарынның жеңіл ауыруы, жүрек айну, жеңіл құсу. Ас қабылдағаннан кейін ауырсыну күшейеді, әсіресе майлы тағамдарды қабылдағанда. Қатты қарын ауыру оң жақ қабырға астында немесе ортаңғы бөлігінде өткір ауырсыну. Жүрек айну мен құсу пайда болады, кейде дене қызуы көтеріледі. Егер тас толық бөгеп, уақытында ем болмаса, панкреатит, холангит немесе бауыр некрозы сияқты қауіпті асқынулар дамиды. Холангит инфекциялық қабыну және сепсис қаупін тудырады. Бұл жедел медициналық көткенді талап етеді. Қауіпті симптомдар байқалса, дереу дәрігерге жүгіну қажет. Өткір ауырсыну, сарғаю, жоғары температура, құсу және әлсіздік. Уақытылы ем болмаса, ағзаның негізгі жүйелері тез бұзылады. Кейде өлімге апаруы мүмкін. Симптомдардан бастап ауыр асқынуларға дейінгі процесс тез дамуы мүмкін. Ерте диагностикалау мен жедел көмек өмірді сақтайды. Келесі бөлім: алдын алу және емдеу жолдары. Алдын алу шаралары, диета және өмір салты. Майлы, қуырылған және өңделген тағамдарды азайту қажет. Салмақты бақылау және тұрақты физикалық белсенділік өт қабының жұмысын жақсартады. Суды жеткілікті мөлшерде ішу өттің сұйықтығын сақтауға көмектеседі. Отбасында өтке тас болса, профилактикалық тексерулер маңызды. Ультрадыбыстық зерттеу өт қабында тас бар жоғын анықтаудың негізгі әдісі. Қан анализі бауыр ферменттерін және билирубин деңгейін тексеруге көмектеседі. Кейде кішкентай тастар дәрі-дәрмекпен ерітіледі, бірақ бұл әрқашан тиімді емес. Холецистектомия
Өт қабын алып тастау ең тиімді және кең тараған әдіс. Егер тас өт жолын бөгесе, ERCP арқылы тас алынып өт жолы ашылады. Панкреатит немесе холангит сияқты асқынулар пайда болса, оларды дереу емдеу керек. Қысқаша, диета және өмір салты, дик дәрігерлік бақылау. 3. Медициналық терапия. 4. Хирургиялық немесе эндоскопиялық араласу қажет болғанда. Дәрігермен кеңесу және жеке ем жоспарын жасау маңызды. Өтке тас түзілуін толық болдырмау мүмкін емес, бірақ профилактика, дұрыс тамақтану және жүйелі тексерулер қауіпті азайтады. Егер өткір ауырсыну немесе сарғаю байқалса, дереу медициналық көмекке жүгініңіз. Бұл материал білім беру мақсатында берілді. Дәл диагноз және емдеу үшін дәрігерге қаралыңыз. Рахмет.